Жетекші мұғалімім Шәтемір қызы Ақмарал. Ол кісі мені осы жырға қатты дайындады. Жаз бойы біз дайындалдық, және де осы жазда мен демалып та, жаттап та үлгердім. Жаз мезгілінде өзімнің ата әжем тұратын Қаратаудың аясында демалдым. Қаратау ауылы осы жырда да көп айтылады екен. Яғни хан жайлаған Қаратау, би жайлаған Алатау дегенде. Осы Қаратау әр сәт сайын айтылған сайын мен өзіме бір күш-жігер шабыт аламын. Қарлыға қыз сияқты батыл, құртқа қыз сияқты ақылды болғым келеді. Осы жырдың ішіне үңіліп кеткенде, осы жырдың тарихын ішінде болғанда сезіндім. Жырды жаттау арқылы ата-бабамның тарихын білдім. Жер суаттарының, көнерген сөздердің мән мағынасын ұқтым. Мысалы, көнерген сөздерді айтатын болсақ, ебене, кебене, ебене деген ол шөптің аты, кебене деген ол адам денесіне киетін киім. Жырды айтқан сайын баланың шабыты келеді дейміз ба? Бала бір өлеңге құмарлық артады. Абай атамыз айтады ғой, өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың. Айтқанда оны толғанып, іштегі дертті жоярсың деп. Мынау өлең жаттау арқылы бала өмірге кең қарап, тәлім тәрбие алады. Оның жырдың іші толған батырлыққа, адал махаббатқа, жер су атауларына, атаның, ананың батасына, алғысына толы. Осының бәрін өсіп, оқып, жаттап, үлгі алып үйренген бала ол өмір бойы теріс жолға түседі деп ойламаймын.